Қызым осылай бұзауға үйдіріп алып, сиырды саламыз. Болды. Болдың ба? Иә. Етін шегін тартып. Осы сүтпен қаймақ, май жейміз. Көже айран ішеміз. Қызым кешегі сауған сүтімізді міне қаймақ алып жатырмыз, е? Мына сүтімізді ұйытқымызды осыған құйып, сүзіп, сорыққанша іліп қоямыз. Бұдан деген әртүрлі тағам жасауға болады. Ірімшік, құрт, сүзбе, сондайлар тамақ жасаймыз. Ол үшін осыны кептіріп, осылай байлап, сүзіп, сорыққанша іліп қоямыз. Қызым кеше екеуміз сиыр салдық қой? Иә. Сол сиырдан кеше айран жасадық, ұлттық тағамымызға жатады. Айран, көжеміз бар. Одан қалса қаймағымыз жасадық. Сол сүттен ажыратып алған сүзбемізді сүздік. Сүзбеміздің сар суынан сүзбесі алады ғой. Сол сүзбеден құрт жасадық. Енді саған қазір құрт жасауға қазір мен саған құрт жасауды көрсетем, үйретем. Болашақта сен өзің құрт жасайтын боласың. Мына сүзбемізді алып, тұзымызды себелейміз жақсылап тұрып, сосын араластырамыз. Араластырып жақсылап, сүзбемізді алып, осылай формасын келтіріп, құрт жасаймыз. Әртүрлі пішінде. Осылай қолға да массаж болады ол деген. Құрттың пайдасы көп. Ауыз қуысына пайдалы, бүкіл сенің өсуіне, тісіңе пайдалы. Бұнда деген кальций дәрумені бар. Атам заманда аталарымыз осы құртпен қоректеніп, аштықтан сақталған. Құрттың түрлі пішінде жасауға болады. Мысалы, мен мына сопақша қылып жасадым, енді бұлай дөңгелек жасауға болады. Өзіңе ұнаған пішінде, е? Иә. Әжеміз, сіз ісіңізді болдыңыз ба? Мен құрақ көрпе жасап жатырмын. Ою көрінеді, сол құрақ көрпеге тігіп жатқаным. Тігеміз ою көрінеді. Иә. Осылай дөңгелек қылып асықпай осылай жасаймыз. Қайсы көрсетші сенікі шықты ма? Ол өте керемет. Осылай қойып, сосын ертең кептіреміз оны. Ол кептесін ұзақ мерзімге шейін шыдайды, бұзылмайды, бір жақсы қылып. Жасайға алау. Жарайсың қызым, өте керемет шықты. Осылай қоя ғой.